Сәлеметсіздер ме? Мен номер 3 орта мектептің 5-ші Б сыныбы жетекшісі Дүзелбаев Мадияр. Қашықтан оқу кезіндегі сынып сағаты. Тақырыбы 1 мамыр бірлік күні. Қазақтың байтақ даласы бүгінде 130-дан астам ұлт өкілдеріне ортақ отан болып тұр. Сол себепті де 1 мамыр халқымыздың бірлігі күні болып есептеледі. Әрі бұл күн Қазақстан халқы үшін ең ірі мерекелердің бірі. Еліміздің барлық өңірлерінде дерлік 1 мамыр тойланады. Мақсаты ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый-құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау. Бірлік болмай, тірлік болмас деген атам қазақ. Берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпаған. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны ерекше. Halkımız birlikte, akılbat birlikte, мәңгілік бақытты өмір сүре берсін. Всех с праздником весны, с 1 мая, мира, добра, любви, счастья. Happy Holiday. May is one of the places that make our watching Tantan Chinkolis. Burada haramızda bugün. Феликсия интернационал была имя. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстасаптан қалмай, жылжимыз сонда тек алға.